Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін бізде 11 мамыр. Сабақтың тақырыбы «Сен қайда демаласың?» Где ты будешь отдыхать? Сабақтың жаңа сөздері. Тыңда, қайтала. Жоспар, план. Жоспарладым, запланировал, либо запланировала. Шомыламын, купаюсь. Обратите внимание на окончание. Мен жоспарладым. Я запланировал. Сен жоспарладың ба? Ты запланировал? Ол жоспарлады ма? Он запланировал? Либо она запланировала? 124-ші беттегі мәтінге назар аударайық. Обрати внимание на текст на странице 124. Мен жазғы демалысымды жоспарладым. Я запланировал летние каникулы. Маусым айында лагерьге барамын. В июне месяце я поеду в лагерь. Лагерьде суға шомыламын. В лагере буду купаться. Шілде айында тауға барамын. В июле месяце я поеду в горы. Тамыз айында анамен Алакөлге барамын. В августе месяце я поеду на Алакөл с мамой. Енді балалар суретке назар аударайық. Мында Анельдің жазғы демалысқа жоспары жазылған. Обратите внимание, что на картинке написан летний план Анели. План на летний отдых. Жоспар, план, жазғы демалыс, летний отдых. Жазда кітап оқимын. Летом буду читать книгу. Маусымда ауылға барамын. В июне поеду в деревню. Шілдеде көлге шомыламын. В июле буду купаться в озере. Тауда сурет саламын. Буду рисовать в горах. Тамызда Алакөлге барамын. В августе поеду на Алакөл. Балалар, енді сендер өздерінің жазғы демалысқа жоспарын жазып қойыңыздар. Ребята, запишите свой план на летний отдых. Что вы будете делать летом? Сендер жазғы демалыста не істейсіңдер? Келесі бірінші тапсырма, қосымшасын жалғап жаз. Ребята, следующее задание номер 1. Добавьте нужное окончание. Мен жазғы демалысымды жоспарладым. Екінші тапсырма, сұраққа жауап беріңдер. Ответьте на вопрос, отправив аудиозапись. Сен жазғы демалыста не істейсің? Мен маусымда лагерьге барамын. Үшінші тапсырма. Алибектің және Анельдің атынан мәтін құрап айт. Составьте текст от имени Анель и Алибека. 125-126 бет, 125-126 страница. Например, Анель. Жоспар, план. Маусымда Мұхитаралға барамын. Шілдеде ауылға барамын. Тамызда кітап оқимын. Балалар, енді Алибектің атынан жоспар құрыңдар. Ребята, составьте план от имени Алибека. Устно отправив аудиозапись. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар. Жаңа сөздерді жаттауға ұмытпаңыздар. Не забудьте выучить новые слова. Сау болыңдар.